Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпті мекен. Опасное место. Мақсаты табиғат туралы оқу, табиғат ерекшеліктерін сипаттап жазу. Сегодня прочитаем текст про природу и научимся писать особенности природы. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздер: қауіпті, опасный, жанартау, вулкан, жылан, змея, көне, старый либо древний, тайпа, племя, құпия, тайна, арал – это остров. Жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және сурет арқылы қайталаймыз. Жанартау, жылан, тайпа, арал. Жаңа сөздерді жаттап аламыз. Келесі бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Ребята, попробуйте ответить на несколько вопросов. Бірінші, аралда не бар? Что есть на острове? Мысалға, аралда жартас бар. На острове есть скала, ағаш бар, есть дерево. Дальше вы продолжаете сами. Екінші сұрақ: аралда қандай жабайы жануарлар бар? Какие дикие животные есть на острове? Мысалға, аралда арыстан бар, есть лев, жолбарыс бар, есть тигр. Список вы дальше сами продолжаете и голосовым сообщением отправляете своему учителю. Келесі екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Во втором задании есть 3 текста, которые мы с вами вместе прочитаем. Біздің аралда жабайы табиғат сақталған. Бұл жерде табиғи жылы су бар. Мұнда құпия жерлер көп. Аралдың орманды бөлігінде жабайы тайпалар өмір сүреді. Ол жер айрықша қорғалады. Бұл аймаққа туристер көп келмейді. Мұнда бір ғана қауіп бар: су жиі көтеріледі. Толқын үйлерді құлатады. Келесі: біз тұратын арал ең қауіпті жер. Қазір мұнда туристер мүлде келмейді. Олар жылан, акулалардан қорқады. Кейбіреулері мұнда жанартау бар деп ойлайды. Және Б: мен тұратын аралда дайвинг спорты жақсы дамыған, өйткені бұл арал мұхиттың дәл ортасында орналасқан. Су асты әлеміне барсаңыз, 150-ден астам балық түрлерін көресіз. Бізге туристер өте көп келеді. Балалар, мәтінді тағы бір рет аудармасымен бірге оқимыз. Еще раз прочитайте текст вместе с переводом. Если вам все понятно, теперь давайте определим с вами, какой остров считается опасным. Остров А, или Б. Енді тексерейік. Бірінші арал қауіпті. Екінші арал қауіпті. Ал үшінші арал қауіпсіз. Жақсы балалар, енді келесі үшінші тапсырма: сөз тіркесін құрап жаз. Вам нужно, используя эти прилагательные, составить словосочетание и записать его в тетради. Мысалға, табиғи – это природный, табиғи тамақ – природная еда, ал табиғи су – природная вода. У вас слово орманды, что означает лесной, қауіпті – опасный, қауіпсіз – безопасный. С этими прилагательными составьте несколько словосочетаний и запишите его в тетради. Келесі үй жұмысы 4-ші тапсырма: сөздерді орналастыр. Вам нужно правильно расположить эти слова в данную таблицу. То есть, как вы считаете, что здесь опасно, а что нет. Мысалға, қауіпті жылан, опасная змея, ал қауіпсіз ұлу. Безопасно – это у нас улитка, да? Это задание письменное. Жақсы балалар, енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.